Сәлем баршаңызға. Бүгін біз кешкі шайға осындай вупипай дайындадық. Сіздер де үйде дайындап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге қажетті заттар: 4 жұмыртқа қажет, және де 200 грамм қант керек. Араластырып аламыз. Қазір біз 4 жұмыртқамен 200 грамм қантымызды әдемілеп миксермен араластырамыз. Оған дейін 150 грамм шоколад пен 85 грамм сары майымызды микроволновкаға ертіп аламыз. Осылай әдемі болып көтерілгенше миксермен арамыз. Біздің шоколадымыз дайын. Микроволновкаға ертіп алдық шоколадымыз бен сары майымызды. Енді әдемілеп қосамыз. Қосып болдық. Енді құрғақ заттарымызды қосамыз. Мына жерде 200 грамм жоғары сұрыпты ұн. Осы ұнға 2 ас қасық какао қосамыз. Бірден айтайын, менің ұным електен өткен. Сіздер де електен өткізіп аласыздар. 2 ас қасық какао қосамыз. Енді 1 шай қасықтан сәл үлкендеу разрыхитель теста қосамыз. Барлығын әдемілеп араластырып аламыз. Енді ұнымызды қосамыз. Ұн, какао, разрыхитель араласқан құрғақ заттарымызды әдемілеп қосып шығамыз. 2-3 бөліп қосамыз құрғақ заттарды. Енді 5-10 минут қойып қоямыз да духовкаға 4 қожыға бөліп саламыз. Қажет диаметрді пергаментке сызып аламыз. Сосын теріс қаратып, мына бетіне тестімізді саламыз. Тестімізді 1-4 бөлікке қасықпен бөліп аламыз. Алдымен 3 қасықтан құйып шығамыз. Қоршып сенегенше біз кремімізді дайындай берейік. Бізде 500 грамм мынау творожный сыр. Сосын алдымен миксерден әндіреміз. Осы кремге енді 200 грамм сахарная пудра себеміз. Мен сахарный пудраны үйде жасадым, блендерден жасап. 200 грамм сахарная пудра. Сосын 400 миллиграмм 33% сливки. Молдай сливки болу қажет. Осылай қозғалмау керек. Бір орында тұру керек. Былай қараңыздар. Холодильникке салып қоямыз әзірге.